Бәріңе сәлем, мен жаңа видеома қош келдіңіздер. Бұл видеоның атауы 24 сағат бойы кәріпіне басылатын тамақтар ішем деп аталады. Қазір деген сағат 7, мен таңертеңге кофе мен киткат алып қойдым. Қазір сол екеуін ішіп алып мектепке барамыз. Және де осы видео мини влог болады. Бір жағынан челлендж, бір жағынан влог. Бірінші мен тамағыма кеткенде кофе и киткат. Мен магазиннен осыларды алдым, күннен бастап кәріпке. Өте ыстық. Соған күтейін десем, мен уже 10 минуттан кейін шығуым керекпін. Так что менде вообще уақыт жоқ. Соған күтіп отырғанмын. Ішпей тастап кетейін десем, қазір мектепте кәріпіне басталатын тамақ табылмасам, өкінемін, что мен ішпегенмен до конца. Потому что мектепте қарным құрылдап, 2 сағат отырамын. Асханаға бардым, асханада ешқандай кәріпіне басталатын тамақ болған жоқ. Енді биологиядан зертханалық орындап отырмын. Бізде мына жерде митоз көрешкі. Да. Может, митоз көрешкі. Апай митозов корешка уколила. Бізде митоз пиязда, митоз процесса қалай жүретінін қарайын деп жатырмық, если вам интересно. Вот. Мына жерде бізде микроскоп, там ой, ничего не видно. Деген жарықтап, осындай луковый бірәсені қойып, әлен дегенде бірәсе таптық. Вот. Мен уже үйдемін, қазір деген 30 минуттан кейін ағылшынға шығамын. Осы аралықта мен деген кадан басталатын кола мен кекс жейін деп жатырмын. Коланы деген үйдің қасынан магазиннен алдым. Басқа да кадан басталатын продуктлар алайын десем, бізде менің қасында қазір супермаркет жоқ, сондықтан да ағылшыннан қайтарсын. Супермаркетке соғып, басқа да продуктлар іздеп көремін. Там жаңа піскен кекс, сосын кола. Мына жылдам жеу керек, чтобы ағылшынға кешікпеу үшін. Мен ағылшыннан шықтым, енді супермаркетке бара жатырмын. Досымды күтіп тұрмын. Салқын, просто кәдімгі салқын. Супермаркетте кәріпіне басталатын тамақтар көп болар деген ойдамын, а то қарным қатты ашып баратыр. Отак қазір мен қолым тоңып қалды, сондықтан да супермаркетте тез-тезгенше. Мен супермаркетке досыммен бірге келдім. Теперь біз деген кәріпіне басталатын тамақ жеуіміз керек. Привет, той! Кәріпіне басталатын тамаққа кеттік жаға деген көрді. Кәріпіне басталатын тамақ жеуіміз керек. Кетті капуста. What? Это диета? Колбаса. For health. Колбаса? Нет, я вру. Why did you buy? Колбасаный бар. Осыны лайк. Давай. Сала бер. Хочешь? Как круассаны. Next. Теперь мына кукурузу көрдік, но аты кадан басталмайды.
Бірақ королевский деп жазып жүрмін да. Вот Ну, типа, королевский. кукуруз дәрісінде саналады ғой. И разница. А, это же не кукуруза, это попкорн. Ты Да, чё, брат? попкорн это другое. Там А вот другой есть. кукуруза. Да, это чисто кукуруза. А, есть королевский. Вот. А, вот тайвусна. Да? Купаем, да? How much is it? It's one. 175. Қысқа ұмытып қалғанмын. Это вода. Вот. Что тут у нас? Кириешки. Бекон мен. Алай қасына. Это meat. With meat. And the cheese. Ет. Алған заттарды көрсететін болсам, осындай королевский кукуруз. Ну, мынау деген вообще бүгінгі емес, ертеңге сабаққа өткізуге. Чтоб қарны ашпау үшін киткат, баяғы кириешки и осындай круассан. Вот. И последний қазір шайға осындай, мыналармен бірге ішуге осындай кофе. Болды. Бүгіндік менің қадам басталатын тамақтарым. Менде, сіздер білмесеңіздер, мен брекет тағамын. Ертең пятница күні мен сол брекетті шешіп, закрепление қойға орамын. Менде брекет уже 1 жыл 1 ай болғаны. Ну, по идее, кириешки қатты нәрсе ма жеуге болмайды, но сіздердің ойларыңызға брекет салу болса, сіздер ол қымбат па, брекет ауырта ма салғанда шешкенде не істеу керек, не жемеу керек, не жеу керек, соның бәрін білгілеріңіз келсе, соларды білмесеңіздер, мен сіздерге арнайы видео түсіре аламын брекет жайлы. Если брекет жайлы видео қаласаңыздар, комментарияға жаза кетіңіздер. Просто ютубты ашсақ, брекет жайлы видеолар толып тұр. Мен өзім брекет салдырар алдында көптеген видеолар қарадым. Себебі ойладым, ауыртатын болады деп, сондай бір тағы бір нәрсе бар деп. Ал если менің историямды білгілеріңіз келсе, комментарийда түсірейін ба, түсірмеймін ба, соны жазып кетіңіздер. Мен осы видеоны аяқтайын деп жатырмын. Сіздерге осы видео ұнаған болар деген ойдамын. Себебі көбінесе комментарийда осы челленджді сұрадыңыздар. Егер де осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды және де каналға подписаться етуді ұмытпаңыздар. Бәріңе пока.